Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, қолдап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Достар, бүгін самсаның қамырын жаюын көрсетемін сіздерге. Ең алдымен бізге самсаның қамырын жасау үшін мұздай су және тұз және жұмыртқа керек. Осы мұздай суымызды, тұзымызды араластырып, сосын жұмыртқамызды саламыз. Осылай жұмыртқамызды араластырамыз, әбден ерігенше, ыдырағанша араластырамыз. Осылай. Сосын електен өткізілген ұнымызды жайлап отырып, осылай жаймендеп салып, қаттылау қамырымызды жайып аламыз. Достар, мендегі 500 грамдық ұн 2 зуала шығады. Енді әр қандай ұн әртүрлі болады, массасы. Біреу көбейіп кетеді, біреу азайып кетеді. Әртүрлі болады. Ұнға қарай көресіздер. Енді мен висший сорт, бірінші сорт ұн пайдаландым. Өте керемет, сап-сары болып қамырымыз осылай иленіп шығады. Осы қамырымыз дайын. Осылай қаттылау ғып илеп аламыз. Қамырымыз дайын. Енді бұл қамырымызды 2 бөлікке бөліп, суала жасаймыз. Екі зуала шығады, екеуін де жаямыз. Осылай зуала жасағанда домалақ қып зуала жасаймыз, достар. Сол кезде қамырымыз доп-домалақ болып шыға келеді. Осылай біреуін жаямыз енді қазір. Біреуін жылы жерге бүйтіп бетін жауып қойып қоямыз, қаязымау үшін. Енді қамырымызды жаяйық. Ұн сеуіп тұрып, жайлап, жұп-жұқа болып кетпейтіндей қылып, орташа жұқалықта жайып аламыз. Осылай жайып жатқанда біз майымызды, сары майымызды ертіп аламыз, қамырымызға дайындаймыз. Мендегі 82% сары май, үнемі сол сары майды пайдаланамын. Өте керемет болып шығады самсамыз. Енді қамырымызды жайып, осылай жайып аламыз. Осындай жұқалықта жаясыздар, қатты жұқа болып кетпесін. Енді майымызды ертіп, осы жайған қамырымыздың үстіне майымызды жайлап құйып тұрып, қолымыздың көмегімен жайып шығамыз. Жұқалатып жаясыздар, майды көп құйып жібермеңіздер. Осылай бір зуаласына осылай жайып аламыз. Сосын жайып болғаннан кейін бір 5-10 минут күте тұрасыздар. Майды қамырға сіңіп, майымыз қату керек. Одан кейін екінші зуаланы жайып, осының бетіне, осы қамырдың бетіне жаямыз. Осылай майымыз кепті, қамырға сіңді. Енді екінші зуаланы әкеп, екінші қамырымызды әкеп, осылай үстіне жабамыз. Сол кезде қатпарлы қамыр шығады бізде. Енді бұл екінші қамырымыз үстіне де майымызды, қалған майымызды құйып, осылай қолымыздың көмегімен жұқалатып жайып аламыз. Енді жайлап, ауа кіргізбей, осы қамырымызды осылай шетінен жайлап орап аламыз. Тартып ораймыз, ауа кіріп кетпеу керек. Одан кейін қатпарлы
қамыр шығады. Бұл қатпарлы қамырды морозильникте, холодильникте сақтауға болады. Біразға дейін тұра береді. Осылай бұрап жібересіздер. Сосын қатпарлы қамырымыз, самсамыздың қамыры дайын. Осылай жасап, самса жасап көріңіздер. Өте керемет самса шығады.